Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі менің арнамда сізге көрсететін рецепт өте жылдам дайын болатын, өзіміздің қолдан жасалған, қолдың үстінен жасалған осындай сгущенка. Әдемі, дәмді болып шығады. Жасалу жолы өте оңай. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Және де осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте тиімді болып шығатын және де үнемді шығатын біздің сгущенка. Дүкеннен сатып алғанша осылай қолдан жасап көріңіздер. Енді бізге осылай 3 литр сүт және де 900 грамм қант қажет болады. Демек 1 литр сүтке 300 грамм қант. Егер аздау істемесеңіздер, солай қосасыздар. Енді бізге бұл сгущенканы дайындау үшін үлкен ыдыс қажет болады. 15 литрлік кастрюль алдым. Өйткені біздің сүтіміз қазір қайнап көтерілген кезде тасып кетпеу үшін осындай үлкен ыдыс алғандарыңыз дұрыс болады. Енді ыдысымызға сүтті, қантты және де қасықтың ұшында ғана ас содасын қосамыз. Қосып болғаннан кейін газдың астын қосып қоямыз. Ең жоғарғы отқа қайнататын боламыз. Отты астын баспайсыздар, әбден дайын болғанша. Енді қантты осы кішкене араластырып жеңіздер тез еру үшін. Және де газымызды қосып қайнаған күтеміз. Бұл мен өте ұнаған рецепт. Бұл менің көршімнің берген рецебі. Тәтеме үлкен рахмет, айгүл тәтеме. Мен осыдан бұрын қаншама рецептпен жасап көрдім. Ешқайсысы ұнамап еді. Осы рецептпен дайындайтын боламын енді үнемі. Өте арзанға шығатын және тиімді, пайдалы, өзімізге қолдан жасаған рецепт. Міне мен сүтім қайнады. 25 минут қайнағаннан кейін міне осындай көбіршіктерім шықты. Енді тағы кішкене қайнатқаннан кейін бір 10 минуттан кейін бетінде көбігін алып тастаймыз. Міне менікі жарты сағат қайнады менің сүтім. Жарты сағаттан кейін мен көбігін алып тастадым. Бірақ енді ол қатты қажетті емес. Енді өздеріңіз қалауыңыз бойынша. Міне достар, менің сгущенкам дәл 1 сағат қайнады. 1 сағаттан кейін мен отын сөндірем астын. Осылай кішкене сұйықтау болып тұрады. Ол суығаннан кейін өзі қоюланады. Егер де сізге қатты қою керек болса, тағы да бір 5-10 минут қайнатсаңыздар болды, жеткілікті екені. Одан кейін көп қайнатсаңыздар, біздің сүтіміз іріп кетуі мүмкін. Газын астын сөндіремін. Бетіндегі көбігін алып тастаймын. Әдемі болу үшін міне біздің сгущенкамыздың бетін алып тастадым. Көбігін енді ыстық күйінде осылай банкамызда сүзіп құйып аламыз. Енді сүзген жақсы болады деп ойлаймын өзім. Ішінде кішкене түйілдер қалса да, немесе көбігі қалып қойса да, бетіне қалып қойған жақсы. Осылай сүзгішпен алып алғанымыз. Сгущенкамыз әдемі болып шығады. Міне достар, мен барлығын сүзіп алдым. Менде 1,5 литр шықты. Менде бұл 2 литрлік банка. 1,5 литр сгущенка шықты 3 литр сүттен. Өте бізге арзанға шығатын әдемі сгущенка. Дүкеннің сгущенкасынан ешқандай кем емес. Енді біз холодильникке мен оны 4-5 сағат қойып қойдым. 4-5 сағаттан кейін осылай қоюланды. Одан көп тұрса тағы да қоюланады. Өйткені сгущенка холодильникте тұрғаннан кейін, салқындатылғаннан кейін қоюланады әбден. Міне осындай қоюлықта әдемі, әртүрлі тәттілерді пісірген кезде де, восточный пирогқа да барлығына қосуға болады. Осындай әдемі сгущенканы жасап көруге кеңес беремін. Менің рецептім ұнап жатса, осы каналды дамытуға үлестеріңізді қосып, достарыңызбен бөлісіп, астына лайк басып, комментарий жазып, және де тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Өте әдемі, дәмді болып шығатын сгущенканың рецебі. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнап жатса, астына міндетті түрде комментарийға жазып қойыңыздар, достар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ары қарай да әдемі рецепттер салып тұрамын. Сау болыңыздар.